Сәлеметсіздер ме, балалар? Музыка әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз құстар қайтып барады деп аталады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Құстар неге ұшып кетіп бара жатыр? Әрине, олар күз мезгілі болғанда жылы жаққа ұшып кетеді. Нұрғиса Тілендиев атамыздың «Құстар қайтып барады» әнінен үзінді тыңдайық, балалар. Әннің сипаты қандай? Көңілді ме, әлде көңілсіз бе? Ойланып көріңдерші. Әрине, көңілсіз, мұңды, жабырқаулы. Тыңдалған құстар әнін қандай аспаптармен семелдеуге болады? Жетігенде, домбырада және қобызда семелдеуге болады. Қараңдаршы, қандай әсем көңілді күн. Күн сияқты көңілді ән салайық. Даусымызды оятып, ауыз жаттықтыруды қайталайық. Күн, күн, алтын күн, жарқыраған жарқын күн, арайланып таң атты, алтын сәуле таратты. Күн, күн, алтын күн, жарқыраған жарқын күн, арайланып таң атты, алтын сәуле таратты. Қане қарап тұрмайық, қызық ойын бастайық. Мына музыкалық аспаптардың ішінен халық аспаптарын таңда. Иә, бұл балалайка, домбыра және жетіген. Сен барлығында дұрыс таптың. Жарайсың, балақай. Мерекелі, берекелі келді алтын күз. Жайма шуақ күн сәулелі келді жарқын күз. Жеміс толы айнала, астық толды қамбаға. Алтын күзге арналып айтылады ән. Жеміс толы
зар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.